сәләфи бағытында жүрген, оның ішінде такфир болып жүрген, немесе тахаддади болып жүрген бауырлар бар. Сәлем берсең бетіңе қарап тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам исламның көркемдігі жөнінде айтқанда, исламның бір-біріне адамдарға деген сүйіспеншілігі жөнінде айтқанда, оның ішіндегі ең маңызды нәрсе сәлем жөнінде айтады. Яғни хадистерде тақрауссалам немесе афшуссалам деп көптеген хадистер келеді. Яғни бір-бірлеріңе сәлемдесіңдер, сәлем жайыңдар. Не үшін бұны қозғап жатырмыз? Қазір мешіттерде, базарларда, сауда орталықтарында кейпі мұсылман бір бауырлар жүреді, яғни сәләфи бағытында жүрген, оның ішінде такфир болып жүрген, немесе тахаддади болып жүрген бауырлар бар. Сәлем берсең бетіңе қарап тұрады. Құдды сені бір мұсылман ретінде санамайды. Яғни осы нәрсе ол мұсылманның ісі емес. Сен өзіңді мұсылман санасаң, иман келтірген адам санасаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жаңағы сендер иман келтірмейінше жәннатқа кірмейсіңдер, және де бір-бірлеріңе деген сүйіспеншілік, махаббат болмайынша сендер жәннатқа кірмейсіңдер дейді. Ал бір-бірлеріңізге сүйіспеншілікті арттыратын нәрсені айтайын ба, ол яғни афшуссалам, бір-бірлеріңе сәлемді тарату дейді. Ол жерде жаңағы ең болмаса қол алысып, құшақтасып, төс қағыстырып амандаспасаң да, ең болмаса жымиып бауырыңның сәлемін алу, ол әрбір мұсылманға міндетті болған нәрсе.